Кәсіпкерлерді қолдау елбасының жарлығының басым бағыттарының бірі. Сондықтан да қазіргі таңда елімізде кәсіпті нәсіп етемдеушілерге жол ашық. Осы мақсатта халыққа қызмет көрсеткелі жатқан Сбербанк акционерлік қоғамының Оңтүстік Қазақстан облысы филиалы басшылығы ауданымызға ат басын тіреді. Мақсат жергілікті кәсіпкерлерге өз қызмет түрлерімен таныстыру. Жеке кәсіп иелерімен өткізілген кездесу жайын әріптесім Әлия Мұхаммедшамиқызы баяндайды. Оңтүстік Қазақстан облысы кәсіпкерлер палатасы Сарыағаш аудандық филиалының директоры Қайрат Жүсіповтің ұсынысы бойынша ұйымдастырылған жиынға өңіріміздегі бірқатар жеке кәсіп иелері қатысты. Іс-шарада алғаш болып Сбербанк акционер қоғамының Оңтүстік Қазақстан облысы филиал директорының орынбасары Ахмет Нұрбеков қатысушыларға банктың қазіргі таңдағы жетістіктерімен бөлісе отырып, өз қызмет түрлерімен таныстырып өтті. Сонымен қатар клиент үшін несие алудың қарапайым әрі тиімді жолдарын түсіндірді. Сарыағаш ауданында қызық проекттер болатын болса, біз оны қарастыруға дайынбыз. Кәсіпкерлерге арналған бізде көп бағдарлама бар. Көбісі қазір енді фонд даму дейміз ғой, сол дамумен бізде поддержкасы бар, субсидия жағынан, несие жағынан, гарантия жағынан, оның бәрін біз беруге дайынбыз қазір. Жиын барысында кәсіпкерлер банк өкіліне көкейлерінде жүрген сауалдарын қойып, тиісті жауаптарын да алды. Сондай-ақ аудандық кәсіпкерлер палатасының мамандары да кәсіп иелеріне өз қызметтерін айта келіп, бірқатар түйінді мәселелерді облыстық маманмен бірлесе отырып шешті. Ал ұйымдастырушы Қайрат Жүсіпов кәсіпкерлік палатасының аудандық филиалы аудан тұрғындары үшін қашанда тегін қызмет көрсетуге әзір екендіктерін жеткізді. Бізге осы өкіметтің жаңадан шыққан бағдарламалар бойынша ауылдарға әртүрлі кәсіпке арналған 16 миллион теңгелік несие жөнінде айтып келгім келіп жатыр. Осы мартта оның барлық тармақтары түгелденіп келеді. Біз оны бір март-апрельдің ішінде үлкен бір конференция жасап, кәсіпкерлердің бәрін жинап, ол 16 миллионды қалай алу керек. Жаңағы оның ішінде оқуы бар, сертификат алатын. Одан кейін қандай бағдарламаларға, положениясы, залог не қою керек, документ қалай турлау керек, оның бәрін біз презентация қылып және жасаймыз. Біздің Сарыағашта кәсіпкерлер көп, өте бизнеске ыңғайлы да жер. Соған бізден қолымыздан келгенше осындай жерден біз беруге тырысамыз. Әртүрлі сұрақ бойынша келіңіздер кәсіпкерлер палатасына, біз көмектесуге дайынбыз. Ендеше құрметті Сарыағаш ауданының тұрғындары, мемлекет көмекті беріп, белгілі бір кәсіпті бастауға жол ашқанда тиімді пайдалана білейік. Егер де жоғарыдағы мәселелер бойынша қандай да бір сауал туындаса, Оңтүстік Қазақстан облысы кәсіпкерлер палатасы Сарыағаш аудандық филиалының мамандары сіздерге қызмет көрсетеді. Әлия Мұхаммедшамиқызы, Рахманбек Құралов, Сәтеле арнасының жаңалықтар қызметі.